Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалайық, бірден айтайын, Назарбаев Ресейден бір шықты. Өзін пенсионермін деп атаған, яғни өзін зейнеткермін деп атаған Назарбаевтың мұндай кездесуі елді алаңдатып қойды. Жалғыз бұл мен емес, тіпті парламент депутаттарын алаңдатып қойды. Бұл туралы қазір айтатын боламыз, себебі Назарбаевтың мұндай суыт жүрісі елді алаңдататындай негіз бар. Неге? Естеріңізде болса, 2021 жылы желтоқсанда Назарбаев Ресейге барған болатын. Путинмен кездесті. 2021 жыл президент емес еді, орнынан кеткеннен кейін. Ал 2021 жылы желтоқсанда кездесті, ал 2022 жылы қаңтарда не болды Қазақстанда? Ел дүрлігіп, қанды қаңтар ретінде тарихымызда қалған жоқ па? Қаншама адам қырылып, жазықсыз адамдар оққа ұшып, елдің астан кестеңі шықты емес па? Ал енді қараңыздар, 2024 жыл желтоқсанда Назарбаев Путиннің резиденциясына кетті. Кездесті Путинмен. Бұлар нені талқылап жүр сонда? Назарбаев нені жоспарлап жүр? Бұл жалғыз менің алаңдаушылығым емес, тағы айтамын. Бұл парламент депутатының өзі алаңдап отыр Назарбаевтың Путинмен кездескенін. Естеріңізде шығар, қаңтар оқиғасынан кейін қолдары қалтырап Назарбаев халықтың алдына шығып сөйлеген кезде: мен зейнеткермін, мен пенсионермін, мен мәселеге араласпаймын. Тоқаевтың қолында деген болатын билік. Ал енді неге араласа береді? Биліктен кетті пенсионер, неге енді өзінің жайына жүрмейді? Неге мемлекеттік бұндай мәселелермен араласып жүр бұл Путинмен кездесетіндей? Осыған байланысты алдымен сіздерге мына парламент депутатының не жазғанын оқып берейін, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Парламенттің депутаты Самат Нұртаза былай дейді: Қазақстанның бұрынғы президенті Назарбаев кеше Мәскеуде Ресей Федерациясының президенті Путинмен кездесті. Шынымды айтсам, мұндай кездесулер іштей қобалжу туғызады. Әр адамның өзінің тікелей жұмысымен айналысып, қазіргі атқарып жатқан қызметіне сәйкес әрекет ету керек. Басқа экс-президенттерге қарасаңыз, олар зейнеткерлікке шыққаннан кейін тыныш өмір сүреді. Шақырған жерге барып, жастарына ақыл кеңесін беріп жатады. Бірақ саясатқа араласпайды, сый құрметін сақтайды. Осылай деген депутат бұрынғы мына КСРО-ның тарағаннан кейін, билік басына келген президенттердің саясаттан кеткеннен кейін бұндай істерге араласпайтын ашық түрде айтты. Ол былай дейді: Шушкевич немесе Кучманың басқа елдердің президенттермен бұрынғы статусында кездескенін көрген де, естіген де жоқпын. Шеварднадзе немесе Ақаевта кеткеннен кейін саяси жиналыстарда жылт етіп көрінген емес. Біздің экс-басшымыз неге тыныш отыра алмайды? Мәскеу бағытында ұшатын бұл рейстердің не қажеті бар? Әлде бұл әдеті ме? КСРО кезіндегі бұрыннан келе жатқан әдет мақұлдату үшін Кремльге ұшатын еді. Нұрсұлтан Әбішұлы кеңестік номенклатураның адамы ғой, қалай қарасаңыз да. Депутаттың не айтқанын түсінген шығарсыздар. Естеріңізде шығар, 2021 жылы Назарбаевтың желтоқсанда Петербургқа барғанын. Сол кезде көпшілік айтты: не істеп жүр екен бұл кісі? Биліктен кетті ғой, неге енді тыныш үйінде жатпайды деген сияқты айтты. Пенсиясын алып, яғни зейнеткер. Бірақ көбісі ойлаған жоқ, соншалықты артынан қаңтар оқиғасы басталып кететінін. Кім ойлады қаңтар оқиғасы бірден айдың күннің аманда басталып кетеді деп? Қарапайым халық тіпті не болып, не қойғанын білмей қалды ғой. Ал енді 2024 жылы Назарбаев желтоқсанда тағы сол Путинмен кездесуге резиденцияға барды. Ол нені жоспарлап жүр сонда? Не ойлағаны бар? Не болуы мүмкін Қазақстанда? Бұл адам, биліктен кеткен адам, 2019 жылы өзінің билігін Тоқаевқа тапсырып кетті. Енді неге тыныш отырмайды? Қаңтар оқиғасынан кейін де оған дейін қауіпсіздік кеңесінің төрағасы дегенді ойлап тапты. Ақыр аяғында елі дүрбелең басталып кетті де, қауіпсіздік кеңесінің төрағасы қаншама атақ абыройларын тапсырды. Ал енді келіп Путинмен кездесетініне талқылайтындай Назарбаев не ойлап жүр? Әрине, бұл қарапайым халықты алаңдатқаны былай тұрсын, депутаттардың өзін алаңдатып отыр. Содан ақ түсіне беруге болады. Назарбаев бұл
былайша айтқанда көп туристің бірі емес, бұл ел басқарған адам. Және Қазақстанның билігіндегі адамдардың не істеп не қойып жүргенін жақсы білетін адам. Ал ондай адамның басқа елдің президенті, әсіресе Ресей президенті Путинмен кездесуі бұл жайдан жай емес сияқты.